Бұл екеуі 20 жыл бойы бір-бірін көрмеген. Енді әлемді құтқару үшін оқтың астында бірге жүгіріп жүр. Мұның қалай болғанын білгіңіз келеді ме? Қазір айтамыз. Бірақ алдымен 1996 жылға біраз уақыт оралайық. Біз ұлдардың киім ауыстыратын бөлмесіндеміз. Орта мектептегі бір семіз жігіт душта тұрып музыкаға билеп тұр. Бұл көріністі сыныптастары күліп тамашалап тұр. Ал мектеп гимназиясы жыл түлегін марапаттап жатыр. Сыйлықты алу үшін алтын ракета лақабатымен танымал жергілікті кумир Келвин Джойнер шақырылады. Алаңға шыққан жігіт мотивациялық сөзді итере бастайды. Бірақ оның ағыны оғаш оқиғаға байланысты үзіліп, семіз жігітті дүниеге келген күйінде душтан алаңға лақтырады. Көрермендер күле бастайды, ал Келвин бейшара жігітті аяп, оған бомберін береді. Біздің күндер. Келвин енді жұлдыз емес, ол кеңседе жұмыс істейді. Ол өзінің сыныптасы Мэгиге үйленген. Әйелмен кешкі ас кезінде Келвин келесі күні болатын кездесуге барғысы келмейтінін, достарының қайда жұмыс жасайсың деген сұрағына жауап бергісі келмейтінін айтады. Мэгги ашулы. Ол ұзақ уақыт дайындалып, әдемі көйлек таңдаған болатын. Өйткені бәрі оған ем болмағанда губернатор қызметін болжады. Ол тек қана қарапайым есепші болды. Келесі күні Келвин өзінің әлеуметтік желісін ақтарып отырғанда, кенет Боб Стоун оған достық өтінішін қалдырғанын байқайды. Келвин оның кім екенін түсінбейді, бірақ өтінішті қабылдайды. Боб дереу кездесіп, сыра ішуді ұсынады. Келвин Бобтан бір-бірін қалай танитындарын сұрайды. Ал оның орта мектептен шеттетілген бала екенін түсінгенде не айтарын білмей қалады. Кельвин, это я, Боб. Кезінде оны бүкіл мектеп мазақ қылғанына сене алмайды. Жігіттер сыра ішіп, әңгімелесіп, көңіл көтеруге отырады. Біраз уақыттан кейін Боб барға барады. Осы уақытта бір жігіт оның орындығын алуға тырысады. Келвин бейтаныс адамға оның бос емес екенін сыпайы түрде түсіндіруге тырысады. Боб оралып, жағдайды тез шешеді. Келвин жаңа көргеніне таң қалады. Боб оны мотоциклмен бір жерге баруға шақырады. Олар мектепке келеді. Келвин жағымды естеліктерді есіне ала бастайды. Ал Бобтың көңіл күйі жоқ. Өйткені 1996 жылғы болған оқиға есіне түседі. Бірақ кенеттен олардың назары 96 жылы мектепті бітірген оқушыларға арналған витринаға ауысты. Келвиннің жетістігіне арналған витрина сияқты көптеген кубоктар, фотосуреттер мен сертификаттар. Бірақ жігіт мұның бәріне риза емес. Олар үйге оралады. Бобпен қоштасады. Бірақ ол Келвинді жіберуге асықпайды. Боб жақында оның жалақысы бойынша белгілі бір проблеманың болғанын түсіндіреді. Есеп-қисаптарды реттеуге ол Келвиннен көмек сұрайды. Олар есеп-шоттарды қарай алмайды, өйткені Боб Келвиннің ноутбугіне сыраны төгіп алады. Ол Келвиннің үйіне қонып кетуді сұрайды. Таңертең Келвин ас үйге түскен кезде біреу есік қағады. Есікті ашса, бір әйел адам өзін ЦРУ агентімін деп таныстырады. Келвин дереу Бобты сатып кетеді. Бірақ Боб әлдеқашан кетіп қалған. Офицер Харрис оның адам өлтіргенін және мемлекетке опасыздық жасаған айыппен қашып жүргенін айтады. Келвин бұл жерде бірдеменің дұрыс емес екенін түсіне бастайды және Боб екеуінің арасындағы достықтан бас тартады. Алайда қашқын оны төтенше жағдайда жалғыз байланысатын адам ретінде тізімге алған болатын. Сондықтан офицер Харрис Келвинге бұдан бұлай оны жемтік болатынын және оның соңынан кеңсеге баратынын хабарлайды. Кеңсеге келген Келвин бірден Бобқа телефон соғады. Келвин оның үлкен проблемалар бар екенін айтады және оны кеңседегі баспалдақта шұғыл түрде кездесуді сұрайды. ЦРУ командасы көрсетілген орынға жүгіреді. Бірақ Боб әлдеқайда айлакер болып шығады. Келвин мұнда не болып жатқанын білуді талап етеді. Бірақ Боб ештеңе айтпайды. Ол досына тапаншаны беріп, төбеде ілулі тұрған галстукты өртеп жібереді. Содан кейін Келвин кеңседен жүгіріп шығып айқайлайды. Атыс басталады. Боб пен Келвин офицерлердің қолынан құтылуға аз қалғанда, бірақ лифт алдында ЦРУ тобы оларды күтіп алады. Боб сыпайы әңгімелесумен уақытты созады. Содан кейін Боб қашып кету үшін сәтті пайдаланады. Панорамалық терезені атып, Келвинмен бірге үрлемелі горилланың үстіне секіріп түседі. Көлікте Боб ақыры досына не болып жатқанын түсіндіреді. Оның айтуынша 3 апта бұрын қара борсық есімді қылмыскер американдық шпиондық бағдарламаның кілттерін ұрлап кеткен және енді оларды аукционда ең жоғарғы баға берушіге сатпақшы.
Бірақ Келвин тіпті тыңдағысы келмейді. Ол машинаны тоқтатып түскісі келетінін айтады. Боб оқиғаның қалай болғанын айтып береді. Боб пен оның серіктесі Фил қара борсықтың жасырынған жеріне жетіп қалады. Бірақ досы бомбамен лифтке кептеліп қайтыс болады. Қылмыскер қара борсық қашып кетеді, ал Филдің өліміне оны кінәлайды. Келвин досына түсіністікпен қарайды, бірақ әлі де оны жіберуін өтінеді. Боб келген мотоциклистпен жаға жыртысып төбелесіп жатады. Осы кезде Келвин оның мотоциклін ұрлап кетеді. Ол әйеліне қоңырау шалып, үйіне бармай, олардың жаңа психотерапевтің кеңсесінде кездесуін сұрайды. Бірақ жолда оны офицер Харрис қайтадан ұстап алады. Ол Келвинді Бобтың психикалық бұзылыс дамып жатқанына және қара борсық Бобтың өз екеніне сендіреді. Келвиннің өзі әйелге сене бастайды және оның қолынан Бобпен кездескенде басу керек сигнал түймесін алады. Келвин отбасылық терапия сеансына кешігіп келеді. Мегеге қауіп төндірмеу үшін Келвин тынышталып, Бобты танитынын көрсетпеу мақсатында рольдік ойындар ойнай бастайды. Бірақ Келвин шыдай алмай, әйелі оған ашуланып кетіп қалады. Келвин сигнал түймесін басқысы келеді, бірақ Боб оны ойынан бас тартқызады. Ода шифрлау кілттері жоқ екенін сендіреді. Оларды табу үшін Келвиннің көмегі қажет болады. Бір қызығы, жігіт оған сеніп, халықаралық транзакциялар бойынша маман досын апарады. Танысы 20 жыл бұрын бүкіл мектептің алдында Бобты ұятқа қалдырған Тревор болып шығады. Тревор жігіттерге транзакция нөмірін тез береді және бастапқыда өзін өте сыпайы ұстайды. Тіпті ол Бобқа істеген ісі үшін кешірім сұрайды. Бірақ көп ұзамай бұл жай ғана кезекті пранк екені белгілі болады және оның мінезі ешқандай өзгермеген. Келвин Бобтың енді оны ренжіткен адамына сабақ беретініне сенімді. Бірақ ол есінен танып қалған адам сияқты үндемей кеңседен шығып кетеді. Келвин оның соңынан кеңседен шығып Харристен қоңырау алады. Ол оның орналасқан жерін білуді және патруль келгенге дейін Бобты ұстап тұруды талап етеді. Көшеде Боб Келвинге оның қорламайтын жалғыз адам екенін және сол себепті оның жалғыз сенімді дос екенін айтады. Осы кезде Келвин өзін ұстай алмай ЦРУ-ға оның орналасқан жерін айтып қойғанын айтады. Офицер Харрис Бобтан допрос алады, бірақ ол қабағында қозғалтпайды. Ол азаптау құралдарын әкелуді бұйырады, ал Келвин күзетшілердің назарын аудару жоспарын жасайды. Келвин кілттерді алып, жауап алу бөлмесіне кіреді. Әріптестер Харристі үстелге байлап шығып кетеді. Боб Келвинді транзакция номері әлі бар ма деп сұрайды. Бұл номердің геолокациясы екені белгілі болады. Достар координаттарды бір реттік телефонға салып, кездесу Бостонда өтетінін біледі. Достар жеке аэродромға ұшақ іздеп барады. Келвин жергілікті күзетшінің назарын аударып жатқанда, Боб ұшақты ұшуға дайындайды. Достар ақыры мәміле жасаған жерге жетеді. Келвин оның көзге көрініп тұрғанын алаңдайды. Ол жақын жердегі жерасты тұрағына кіргенін байқап, кездесу жерастында өтетінін айтады. Боб оны ептілігі үшін мақтап, оларды екіге бөлінуіне кеңес береді. Автотұрақта Боб сатып алушы бастаған бір топ адамдарды көреді. Келвин болса тұраққа кіре берісте Харристі байқап, оны қара борсық деп шешеді. Ол Бобқа қоңырау шалуға тырысады, бірақ ол телефонды көтермейді. Жігіт досына ескерту үшін төмен қарай жүгіреді, бірақ серіктесіне оқ атқан Боб қалтасынан флеш дискіні шығарады. Кенет Фил бағананың артынан шығады. Ол жалған өлік, адам өзінің қара борсық деп мәлімдейді. Сатып алу үшін шыдамайды. Ол жігіттерден 2 флеш дискіні де беруді талап етеді. Бұрынғы серіктестер кенеттен ЦРУ тобы автотұраққа кіріп кеткенде қатты төбелес басталады. Есін жинап үлгерген Келвин еденнен флешкаларды алып қашып кетеді. Көліктегі сатып алушы оған жетіп қалады, бірақ Боб досын дер кезінде құтқарады. Тек Келвин ештеңе естігісі келмейді. Ол жақын маңдағы көпірге жүгіреді. Оның жалғыздығы 1-2 секундқа созылады. Көп ұзамай сол жақтан Боб, ал Фил оң жақтан әрқайсысы Келвинге сенуін өтінеді. Боб пен Фил арасында атыс басталады. Фил мылтығын жоғалтады және оны Келвин алып, абайсыздан ба немесе реніштен бе Келвин Бобтың аяғына тигізеді. Ал Фил жігітке кілтті беруді бұйырады. Ал Келвин оны атуға тырысып еді, бірақ оның оғы бітіп қалған. Ақыры шындық жасырылған Фил Боб ешқашан қара борсық бола алмайды. Өйткені ол сентименталды әлсіз, бірақ Фил ақылды жігіт. Ол өз өлімін өзі құрып барлығын алдады. Өлім алдында қалған Келвин өзінің фирменный трюгін істейді. Филдің назарын аудару үшін жеткілікті болды. Боб осыны пайдаланып, оны көпірден лақтырып жібереді. Достар бір-бірінен кешірім сұрап, кілттерді Харриске тапсырып, кешкі мектеп бітіргендердің кездесу кешіне барады.
Жігіттер тікелей тікұшақпен келеді. Келвин Мэггиді Бобпен таныстырады және қарапайым бақытты бағаламағаны үшін кешірім сұрайды. Сүйікті үштік жаттығу залына кіреді. Кештің патшасы мен ханшайымының есімдерін аталуын күтеді. Боб үрейленіп кештен қашып кете жаздады. Бірақ Келвин оны тоқтатады. Ол дауыс беру жүйесін бұзып, оның досы Боб конкурсты жеңетіндей етіп ұйымдастырды. Көпшіліктің арасынан шығып, жалпы қошеметпен жолында Треворды кездестіреді. Ол қайтадан оны мазақ ете бастайды, бірақ бұл жолы Боб одан қорықпайды. Правый коронныймен сындырып тастап сахнаға көтеріледі. Боб 20 жыл бұрын бұл жерде мүлдем қорғансыз тұрғанын және барлығы оған күлгенін айтады. Бірақ қазір бәрі басқаша. Боб барлығы үшін рахмет айтады. Жиналғандардың барлығын таңғалдырған жігіт киімін жұлып алады. Барлығының көзінше жалаңаш қалады. Бірнеше ай өтеді, Боб Келвиннің үйіне келеді. Ол досына өткен күннен естелік сыйлауға және ЦРУ-дағы алғашқы күнінде қолдау көрсетуге келеді. Сіздермен бірге болған Хан Кино каналы. Каналға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны баса кет. Топ киноларға шолу әлі алда.